Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Құралай. Мен сіздерге бүгін осындай кереметтей өзімнің әжемнің рецебі бойынша сіздерге ұсынатын боламын. Ауылда, қара шаңырақта, қара қазанның, қара ошақтың басында осылай әдемі етіп сетсебелей ұсынғым келіп отыр сіздерге. Менімен бірге дайындаңыздар, өте ерекше болып шығады. Әркім әртүрлі дайындайды, бірақ мен өзімнің сол әжемнің рецебін сіздерге ұсынатын боламын. Дайындалу жолдарын бәрін менімен бірге видеомды соңына дейін қарасаңыздар, өте оңай жасалу жолдары. Керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Помидорымыз менде шамамен 28 килограмм шығады. Бәрін жуып осылай 4 бөлікке бөліп аламын, ыңғайлы болу үшін. Және болгар бұрышын қызыл бұрышты араластырып, осылай жақсылап жуып аламын дағыны, ортасын тазалап. Келесі сәбізімізді осылай жақсылап тазалап, осылай бөлшектеп аламыз. Ары қарай жуамызды. Және кемілдәріміз әші бұрышымызды мен огородтағын пайдаланып жатырмын. Есіктің алдында өз қолыммен өсіргем. Осылай бәрін жинап алдымдағыны, жасылы бар, қызылы бар, бәрін араластырып, жақсылап жуып, ішіндегі дәнімен бірге өткізетін боламын. Чесногымызды да дайындадым, сарымсағымызды. Және осылай бәрін жуып, тазалап, өзіме ыңғайлы болу үшін осылай бәрін дайындап қойып алдым. Шетінен бастаймыз. Бірінші қызанағымызды, яғни помидорымызды осылай үккіштен өткіземіз. Ары қарай помидорымызды осылай үккіштен өткізіп, жақсылап 50 литр менде қазан жуып тазалап алып, осылай помидорымды, қызанағымды үккіштен өткізілген осылай құя беремін. Ыдысты бұлғамас үшін үлкен көлемі 50 литр менде қазан. 50 литрден менде примерно 36 литрдей сетсебелей банк шығады. Келесі бізде болгар бұрышы, яғни қызыл болгар бұрышын осылай салып, қызанағымның жаңа помидорымның үстінен құя беремін қазанға. Ретімен жанына осылай құя беремін. Әші кемілдәріміз бен сарымсағымызды осылай бірге өткіземін. Дәнегімен қосып өткіземін, өйткені дәнегі әшісі өтімдірек болсын деп. Келесі бізде сәбізді де осылай өткізіп алып, жаңағы қазаныма осылай шетінен сала беремін. Міне, болгар бұрышы кетті, сарымсақ, кемілдәріміз, сәбізіміз, және соңында жуамызды осылай өткізіп, оны да қазанымыздың шетіне қоямыз. Және ортасына 1 литрдей сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйған соң, отты бастап, астына отымызды жағып, араластыра бастаймыз. Жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып, шетінен алып, майда бәрі бір келкі болып араласу керек достар. Және жақсылап араластырып болған соң, бетін жауып, отымызды орташа уже жаға бастаймыз. Жақсылап жағып, міне қараңыздар, шетінен уже бұртылдап, қайнап, ортасынан бұрқылдап қайнайын деп жатыр. Асты жабысып қалмасын, жақсылап бір қайнатып, қайнаған соң астын қозғап, тұз өздеріңіз қалауларыңызша саласыздар. Тұз осылай дәмін кіргізіп, жақсылап араластырып жіберіп, және тағы да қайнатамыз. Мен қайнатамын 45-60 минуттай қайнатамын. Жақсылап осылай бұрқылдап, өз бабымен қайнау керек. Дәмі де өзгере түседі, түсі де өзгере түседі. Әрине, ең соңында достар, ас көгімізді ұмытып кетпеңіздер. Қаласаңыздар, райхан қоссаңыздар да болады. Менде райхан қоспадым, өйткені менің әжемнің рецебінде жоқ. Міне, бала күннен осы сетсебелейді ауылға барғанда жейтінбіз.
әжемнен үйреніп алдым. Өте керемет, дәмі де. Осы аскөкті салған соң үстінен сірке суымызды бір ас қасықтай қосып 7 минуттай қайнатып жібереміз. Түсі де өзгере түседі, әдемі болып. Банкілерімізді алдын ала ысытып, залалсыздандырып қойып қоямыз. Міне бұрпылдап қайнап жатады. Менде банкілерімнің көлемі 1 литр, 1,5 литр. Осылай құйып, бәрін шетінен крышка, бұрамалы крышка қолдансаңыздар болады. Және совет уақытында пайдаланылған жаңағы банкі жапқышпен осылай қолдың көмегімен жапсаңыздар болады. Достар, өте оңай жасалу жолы. Жасап көріңіздер. 5 бармақпен ет асқанда, палау істегенде, кез келген тағаммен үйлесімділігі керемет болып шығады. Бәріңізге ас болсын, жасап көріңіздер.